Баяғы бір заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде шал шалқан отырғызады. Шалқан өп, үлкен боп өседі. Бір күні шал шалқанды жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады. Бірақ шалқанды шығара алмайды. Шал көмекке кемпірін шақырады. Кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Бірақ орнынан қозғалтады алмайды. Кемпір көмекке немере қызын шақырады. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Тағы да суырып шығара алмайды. Немере қызы итін шақырады. Ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары жұлқиды, бері жұлқиды. Шалқан шықпайды. Мысық болса, тышқанды шақырады. Тышқан келіп мысықтың құйрығынан, мысық иткен, ит немересінің етегінен, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстайды. Олар тарта-тарта, ақыры шалқанды суырып шығарады. Бұрынғы өткен заманда бір қыз болыпты. Анасы оны өте жақсы көреді екен. Әжесінің де ең сүйікті немересі еді. Бірде әжесі немересінің туған күніне қызыл келпек сыйлапты. Қыз әжесінің сыйлығын басынан тастамай киіп жүретін болыпты. Содан бері көршілері кішкентай қызды қызыл келпек деп атап кетіпті. Бір күні анасы бәліш пісіріп қызына: «Қызым, мына бәлішпен бір құтымайды әжеңе апарып, қал жағдайын біліп қайтшы» дейді. Қызыл телпек: «Жарайды анашым, апарып келейін» деп бәлішпен май салынған себетті алады. Анасының сөзін екетпейтін қызыл телпек әжесіне барады. Оған әжесі тұратын ауылға жету үшін орман арқылы өтуге тура келеді. Қызыл телпек орманда жалғыз жүрудің қаншалықты қауіпті екенін білмеді. Сондықтан ол өлең айтып, гүл теріп, асықпай жүрді. Бір кезде орманның ішімен келе жатқан қыздың алдынан бір қасқыр шығады. «Қызыл телпек, сен қайда бара жатырсың?» деп сұрайды. Қызды жегісі келген қасқыр: «Мен әжемнің үйіне барамын. Оған анамның пісірген бәлішін және бір құтымай алып бара жатырмын» дейді қыз. Қызыл телпек қасқырдың жаман пиғылынан бейхабар еді. «Ал әжең қайда тұрады?» деп сұрайды қасқыр. «Әжем бе? Ол орманның ар жағындағы ауылда, ауыл шетіндегі диірменнің жанында, диірменнің жанындағы бірінші үйде тұрады» деп қызыл телпек қасқырға әжесінің тұратын жерін дәл айтып береді. Бұл кезде жақын маңда отыншылар ағаш кесіп жатқан болатын. Қасқыр сол отыншылардың даусын естіп, қызға тиіспейді. Қызыл телпектің әжесінің тұратын жерін біліп алған ол алдымен әжесін жемек болады. «Жарайды, мен де сенімен бірге сол ауылға барып, әжеңнің жағдайын сұрап қайтайын. Кел, екеуіміз жарысайық, әжеңе қайсымыз бірінші жетер екенбіз. Сен мына жолмен бар, мен ана жолмен жүрейін» деп қасқыр өзіне ауылға кез жолды таңдап алады. Қасқырдың ұсынысына келіскен қыз ұзақ жүретін жолға түседі. Ол жол жөнекей, асықпай гүл теріп барады. Ал қасқыр алды-артына қарамай тура ауылға қарай кездетіп бет алады. Қызыл телпектің әжесінің үйіне осылай ерте жеткен ол есікті қағады. «Тоқ, тоқ, тоқ! Бұл кім?» деп сұрайды әжесі. Қасқыр даусын жіңішкертіп: «Әже, бұл мен ғой, немере қызың қызыл телпек. Мен сізге қонаққа келдім. Анамның пісірген бәліші мен бір құтымайын ала келдім» дейді. Бұл кезде ауырып, төсек тартып жатқан әжей шынымен немересі келген екен деп ойлап: «Айналайын қызым, тұтқаның жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады» дейді дауыстап. Қасқыр жіпті тартып қалады. Сол кезде есік ашылады. 3 күн аш жүрген қасқыр баса көккеріп кіріп келеді. Ашқарақтанып, бірден әжейді бас салады да бүтіндей ұшта салады. Содан соң есікті жауып, басына әжейдің қалпағын киіп, көзіне көзілдіргін тағып, төсегіне жатады да қыздың келуін күтеді. Сәлден соң есікті қызыл келпек қағады.
Тоқ, тоқ, тоқ! Бұл кім дейді жуан дауыспен тойып алған қасқыр. Қыз гүрілдеген дауысты естіп қорқып кетеді. Артынша әжеме суық тиіп, дауысы содан өзгерген болар деп ойлайды. Бұл мен, сіздің немереңіз Қызыл Келпетпін. Мені сізге анам жіберді. Бәлішпен бір құтымай алып келдім. Қасқыр дауысын өзгерте қойып, жімішке дауыспен: тұтқаным жанындағы жепті тарта қой қызым, сонда есік ашылады дейді. Қыз жепті тартады. Есік ашылып үйге кіреді. Көрпемен бүркеніп жатқан қасқыр оған: қызым, себетті үстелдің үстіне қойып, өзім менің қасыма кел дейді. Қызыл Телпек бәлішпен май құйылған құт салынған себетті үстелдің үстіне қойып, қасқырдың жанына жақындайды. Қасқыр енді: жолдан шаршаған боларсың, қасыма кеп жата ғой дейді. Әжем деп ойлаған Қызыл Телпек қасқырдың жанына жатады да: әже, сіздің қолыңыз неге үлкен деп сұрайды. Сені қатты құшағыма басу үшін қызым. Әже, құлағыңыз неге сондай үлкен? Сені жақсы есту үшін қызым. Әже, көзіміз неге үлкен? Сені жақсы көру үшін қызым. Әже, тісіміз неге сондай үлкен? Сені тезірек жеу үшін қызым. Ау, деп Қызыл Телпекті бас салып, аяғындағы кебісі Қызыл Телпегімен бірге жұта салады. Байғұс қыз айғайлап та үлгермейді. Бірақ бақытына қарай, дәл осы сәтте үйдің қасынан бір отыншы өтіп бара жатқан еді. Отыншы қасқырдың даусын естіп, үйдің терезесінен қарайды. Үй ішінде төсекте орнынан қозғала алмай жатқан қасқырды көреді. Оның қампыған қарнына қарап, не болғанын бірден түсіне қояды. Отыншы жыртқышты ұстап алып, қарнын жарып жібереді. Қасқырдың ішінен Қызыл Телпек пен әжесі дін аман шыға келеді. Отыншы қасқырдың қарнын қайта тігіп, бос қоя береді. Қызыл Телпек пен әжесі отыншыға алғыстарын білдіреді. Әжесі шай қойып, немересі әкелген бәліштерді себеттен шығарып дастархан жаяды. Сөйтіп үшеуі жақсылап тұрып шай ішеді. Әңгіме дүкен құрады. Қасқырдың сыбағасын қалай бергендерін айтып, мәз болады. Ертеде бір балықшы болыпты. Ол күн сайын өзенге барып, қармағын салып балық аулайды екен. Бір күні балықшы ауын молынан толтырып, үйіне қайтып келе жатады. Жолда оны айлакер түлкі көріп қалады. Мына балықты қалай алсам екен деп ойлайды түлкі. Түлкі бір айла табады. Ол жолдың ортасына жатып алып, қозғалыссыз жатыр екен. Мұны көрген балықшы: байғұс, түлкі өліп қалған ғой деп ойлап, оны көтеріп алып, балықтың үстіне салып қояды. Ал түлкі болса өлгендей болып жата береді. Жол бойы ол бір-бірлеп балықтарды жерге тастай бастайды. Балықшы оны байқамай жүре береді. Үйіне жақындағанда балықшы артына қараса, балығы жоқ. Ал түлкі болса балықтарды жинап алып, орманға қарай зыта жөнеледі. Сонда балықшы: түлкінің айласына тағы да түстім ғой деп өкінген екен. Түйіні: айлакерлікпен келген пайда ұзаққа бармайды. Асығыс шешім кейде зиян әкеледі. Жүк алды шаян шортан аққу бір күн. Жегіліп тартты шеуі дүркін. Тартады аққу көкке, шаян кейін. Жұлқиды суға қарай шортан шіркін. Бұлардың машақаты аз болмады. Жұмысы орнына кеп мәз болмады. Тартса да бар күштерін аямай ақ, алған жүк бір орнынан қозғалмады. Оншама ол жүк артық ауыр емес. Құр сырттан пәлен деуде тәуір емес. Жүк бірақ әлі күнге орнында тұр. Бірыңғай тартпаған соң бәр тегіс. Жігіттер, мұнан ғибрат алмай болмас. Әуелі бірлік керек болсан жолдас. Біріңнің айтқаныңа бірің көнбей, істеген ынтымақсызсың, оң бас. Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар тату-тәтті ғұмыр кешкенмен, бір ғана армандар бар екен: балалы болу. Жылдар өтсе де ол арманы орындалмапты. Соған қарамастан олар бір-біріне демеу болып, тағдырға ренжімей өмір сүре береді. Бір жылы қыс ерекше суық әрі қарлы болыпты. Бір күні шал мен кемпір сыртқа шығып,
Аулада жатқан аппақ қарға қарап тұрып, «Шіркін, бір қызымыз болса ғой», деп күрсінеді кемпір. «Иә, қардан болса да бір бала жасап алсақ қой», дейді шал жымиып. Солай екеуі қардан кішкентай қыз жасапты. Ақ жүзді, қап-қара көзді, күміс күлкілі етіп бейнелепті. Қолдарын, шашын, тіпті кішкентай аяқтарында әдемлеп қойған екен. Кенеттен ғажайып жағдай болыпты. Қардан жасалған қыздың жүзіне жан бітіп, көзі жыпылықтап, ол тіріліп кетеді. «Ата, әже!» деп сыбырлайды қыз. Шал мен кемпір қуаныштан көздеріне жас алыпты. Олар қызды үйге кіргізіп, Ақшақар деп ат қояды. Ақшақар өте ақылды, сабырлы, инабатты болып өседі. Ол ешқашан жыламайды, бірақ қатты күлмейді де. Суықты жақсы көреді, ал ыстықтан тез шаршап қалады. Қыста ол ерекше бақытты болады екен. Қармен ойнап, терезеден түскен қырауды тамашалайды. Ал көктем келгенде Ақшақардың көңілі жабырқай бастайды. Күн жылынса, ол көлеңкеге тығылып, салқын жер іздейді. Шал мен кемпір мұны байқап, уайымдайды. «Қызым, саған бірдеңе болды ма?» дейді кемпір. «Жоқ, әже, тек күннің жылуы мені әлсіретеді», деп жауап береді Ақшақар. Бір күні ауыл балалары от жағып, секіріп ойнауды ұсынады. Ақшақар алғашында бас тартады, бірақ оларды ренжітпеу үшін келіседі. Ол оттың жанынан секіріп өтпек болған сәтте, кенеттен жеңіл ғана буға айналып, аспанға көтеріліп кетеді. «Қош болыңдар» деген нәзік дауысы ғана естіліпті. Шал мен кемпір ұзақ жылапты. Бірақ көктемгі аспаннан ақ бұлттарға қарап, қыздарының таза жан болып қалғанын сезеді. Содан бері әр қыс келгенде, қар жауған сәтте, адамдар «Ақшақар қыз бізге қайта оралды» деп айтады екен. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың күйеуге бермеген 3 қызы бар екен. Бір күні шал кемпірге айтыпты: «Біз енді қартайдық. Бұларды асырай алмаймыз. Оларды тастап кетейік» дейді. Қыздардың үшеуіне 3 шелек беріп суға жібереді. Шелектердің түбі тесік екен. Қыздар күн бойына шелекті толтыра алмай әуре болып жүреді. Кешке жақын үйге қайтып келсе, әке-шешесі жоқ. Сонда үлкен қыз айтыпты: «Шешем мені жақсы көрмейді екен. Маған басынды тарайтын тарақ тастап кеткен жоқ» депті. Екінші қыз айтыпты: «Шешем мені жақсы көрмейді екен, маған айна қалдырмаған екен» деп. Кіші қыз айтады: «Әжем мені жақсы көрмейді екен, маған нан тастап кеткен жоқ» деп. Бір қыз барып дуалды қараса, 3 нан бар екен. Үшеуі нанды алып жеп, бетіменен жүре береді. Бұл қыздардың алдынан бір хан шығыпты. Хан: «Қайда бара жатқан қыздарсыңдар?» деп сұрайды. «Бізді әке-шешеміз тастап кетті. Енді өз бетімізбен келе жатырмыз» дейді қыздар. Хан: «Сендердің не өнерлерің бар?» деп сұрайды. Үлкен қыз айтады: «Мен ат аяғын көтергенше төбетей тігіп болам» деп. Ортаншысы айтты: «Мен ат аяғын басқанша шапан тігем» деп. Үшінші қыз айтты: «Мен біреуге қатын болсам, басы алтын, аяғы күміс бала табар едім» деп. Хан оларды үйіне алып барды. Ханның кіші әйелі 2 қабат болды. Көп ұзамай бір ұл бала тапты. Баланың басы алтын, аяғы күміс боп туды. Апалары күндеп, орнына жаңа туған иттің күшігін салып, баланы суға тастап жіберді. Қатындар ханға барып: «Сенің жақсы көретін қатының күшік тапты» деп айтты. Хан ашуланып, қатынды күшігімен құдыққа тастаңдар деп бұйрық етті. Қатын құдықтың ішінде жылап отырғанда, бір қарт келіп айтты: «Ей, ханның қатыны, жылама, шық құдықтан» дейді. Қатын айтты: «Нағып шығайын құдықтан» деді. Сонда қарт арқан тастап суырып алды. Күнде тамақ әкеп беріп, әлгі қатынды асырады. Бірнеше жыл өтті. Бір рет шал келіп айтты: «Осы жерде отыр. Бүгін ауылдан асық ойнауға 10 бала келеді. 10 баланың артынан 1 бала келеді. Сол бала сенің балаң» деді. Түс болғанда ауылдан 10 бала келді. Олардың артынан 1 бала келді. Қатын тұрып барып, әлгі баланы құшақтап, жылап сүйе бастады. Бала айтты: «Сенің балаңның не белгісі бар еді?» деп. «Менің баламның басы алтын, аяғы күміс» деді қатын. Сүйдегенде бала бас аяғын көрсетті. Рас, баланың басы алтын, аяғы күміс екен. Сонда шал келіп: «Енді қош, сау болыңдар» деп жоқ болып кетті. Қатын баласын алып баяғы ханның үйіне келді. Ешкім бұларды танымады. Қатын от жағуға жалданды.
баласына айтты. Сен ханның қасына барып отыр деп. Бала ханның қасына барайын десе, хан ұрсып, қуып жібере берді. Сонда малай қатын айтты. О, тақсыр хан, ол бала сенің қасында отыру дұрыс. Не үшін десең, ол бала менің балам емес, ханның баласы. Басы алтын, аяғы күміс деді. Хан сол жерде баланың басын аштырып, аяғын шештіріп қарады. Баланың алтын басын, күміс аяғын көрді. Есікте отырған қатын ханға келіп өткен істің бәрін бастан аяқ айтып берді. Хан қатты қуанып, ел жұртын жинап, 30 күн ойын істеп, 40 күн тойын істеді. Кіші әйелін қайтадан неке қиып алып, жауыздық жасаған 2 үлкен әйелін дарға суға бұйрық етті. Осылай мұратына жетті дейді.